Сәлем оқушы достарым, бүгін бізде 78-ші сабақ 47-ші жаттығуға дейін 51-ші жаттығуды орындайтын боламыз. 47-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Қазақ ойы өрнегі өте ертеде пайда болған. Оның мазмұны өрнектері әртүрлі болып келеді. Негізінен олар өсімдік, жан-жануар, адам өмірі мен ғарыштық ғаламды бейнелеуден тұрады. Соның ішінде жан-жануарды өрнектейтін оюлар көптеп кездеседі. Олар ежелгі қазақ мәдениетінен, көшпенділер өмірінен сыр шертеді. Әр өрнекке өзінің сипатына қарай атау берілген. Мүйізді қойға ұқсайтын өрнек қошқар мүйіз деп аталады. Түйе табан оюы өзінің аты айтып тұрғандай, түйенің табанын бейнелейді. Түйені көргендерің болса, оның ізіне қарап көз жеткізуге болады. Бейнелеу өнері кітабынан алынған ою-өрнек туралы мәтін екен, яғни астында қошқар мүйіз, түйе табан деп жазған оюдың түрлері көрсетілген. Енді төмендегі тақырыптардың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді дейді. Әр өрнектің атауы, қазақ ою-өрнегінің тарихы, жан-жануарлар ою-өрнегі, сақ-скифтердің аң бейнелеу өнері. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып жан-жануарлар ою-өрнегі болады. Өрнек сөзін жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз дейді. Мінекей жекеше түрде менің өрнегім, сенің өрнегің, оның өрнегі деп жазамыз, Ал көпше түрде біздің өрнегіміз, сендердің өрнектерің, олардың өрнектері деп көпше түрінде осылай тәуелдеп жазады екенбіз. Келесі 48-ші жаттығу жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Қазақ ою-өрнегінің түрлері, ою-өрнек атаулары десек болады, содан кейін ең көп тараған ою-өрнектер. Енді осы жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көрсек болады, Жоғарыда оқыған мазмұнын айтқан мәтіннің жанрын анықта дейді. Ол қандай мәтін түріне жатады? Көркем мәтін бе, әлде ғылыми танымдық мәтін бе? Соны анықтап айтатын болсақ, мәтін бізде ғылыми танымдық мәтінге жатады, Себебі берілген ақпараттың барлығы анық айтылған, нақты түрде айтылып жазылған екен. Сол себепті мәтін ғылыми танымдық мәтін болады. Жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көрсеңіздер болады. 49-ші жаттығу жұмбақты оқып, шешуін тап. Тарағым бар, таранбаймын, орағым бар, оралмаймын. Сақалым бар, ал бірақ мен ақсақал бола алмаймын дейді. Бұл жұмбақтың шешуі әтеш болады. Енді осы жердегі тәуелденген сөздерді үш жақта тәуелдеп жазатын болсақ, тарақ дегеніміз жекеше түрде тарағым, тарағың, тарағы, көпше түрде тарақтарым, тарақтарың, тарақтары. Екінші сөз орам, жекеше түрде орамым, орамың, орамы. Көпше түрде орамдарым, орамдарың, орамдары. Үшінші сөз сақал болды, жекеше түрде сақалым, сақалың, сақалы, көпше түрде сақалдарым, сақалдарың, сақалдары болады. Келесі 50-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Тоқыма торға зер салып қара. Шебер тоқыма торды тоқыған кезде әртүрлі ағаштарды пайдаланған екен. Тиісті әріптерді қойсаң, ол қолданған ағаш түрлерін оқисың дейді. Яғни бірінші қатарда шырша, екіншісінде қайың, одан кейін терек деген ағаштың түрлері шығады. Енді осы шыққан ағаш түрлерін тәуелдеп жаз дейді. Бірінші жақта менің шыршам, менің қайыңым, терегім болады. Екінші жақта сенің шыршаң, қайыңың, терегің. Сыпайы түрде айтатын болсақ, сіздің шыршаңыз, қайыңыңыз, терегіңіз. Үшінші жақта оның шыршасы, қайыңы, терегі болады. Келесі 51-ші жаттығу артық сөзді тап. Бірінші бұйымым, күлем, өнерім, кілемім. Бірінші қатардағы артық сөз күлем деген сөз болады, Екінші қатарда кездемесі, туындысы, заты, кешкі. Екінші қатардағы артық сөз бізде кешкі деген сөз болады. Осы сөздерді тауып, осылай жазып қойсақ болады екен. Осымен біздің сабақ аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.